көңілдес боламын деп ойлаппын ба? Әкемнің еркелеп өскен кенже қызымын. Әлі күнге айтқаным заң, бауырларым дегенде ек еткізбей орындайды. Ал бүгінгі жүрісіме қарасам, өзім жеркеніп кетемін. Кейде етім үйреніп кеткендей болады. Әкем менің бұл жүрісімнен бейхабар. Кішкентайынан жанында жатып, мойнына мініп, еркелеп өскен қызының 4 баласы мен әйелі бар егделеу еркектің көңілдес екенін қайдан білсін? Бұл қылығымды біліп қойған анам, сенен жеркенемін, бар мейірімді сендерге арнап, тапқанымызды өздеріңе жұмсап оқытып, жұмысқа тұрғызып, үміт күткенде мынандай жүріске салына деп ойлаппын ба? Қайтейін деп менен барған сайын бұрқылдап жүреді. Кейіннен оның да еті үйренді ме, әлде менің алған бетімнен қайтпайтынымды білді ме, айта беруін қойды. Тағдырымның осындай болғанына кімді кінәларымды да түсінбеймін. Тек қана өзімді кінәлайым дей алмаймын. Тұрмысқа шыққанға дейін жап-жақсы жүріп тұрдым. Өз басымды алып жүре алатын қыз едім. Ешкімге жем болған емеспін. Ақ некемен, абыроймен босағаттадым. Күйеуімді жақсы көрдім. Тұңғышым қызымды босандым. 2 жылдан кейін ақ қызғаныштың кесірінен отбасымыз күйреді. Бір қызыммен ажырасып тындым. Бар бәле осыдан басталды. Күйеуімнің ажыраспай тұрғандағы былықтары ашылды. Мені үйге отырғызып қойып, досының әйелімен жақындасып жүріпті. Оны тіпті досы сезбеген болып шықты. Мені қызғанып, сыртқа шығармай, өзі сыртта сайран салған екен. Не деген бетсіздік. Менің мақсатым қайткен күнде де күйеуімнен кек қайтару болды. Әдейілеп оның досымен көңілдес болып, кек қайтарсам ба деп те ойладым. Бірақ ойымнан айныдым. Одан қарым-қатынасымыз түзеліп кетпейді ғой деп өзімді әрең тоқтаттым. Осылайша бірнеше жылда әйел басымен араққа салынып кеттім. Ішіп алып, бұрынғы күйеуіме телефон шалып, жылайды екенмін. Қасымдағы қыздардың миын аштып, өткен кеткенді айтып. Әйтеуір жұмысымды тастаған жоқпын. Бір мезгіл жұмысыма барып келемін де кешкісін ішемін. Айналамада өзім сияқты жатқан немесе күйеуге тимеген кәрі қыздар жиналып алған. Бірде кафеде отырып, жасы үлкен болса да келбетті келген еркекпен таныстым. Сол күні-ақ ол мені қонақ үйге алып кетті. Еш қарсылық білдірмедім. Көптен төсекте еркекпен табыспаған мен күйеуімнен алмаған ләззатты бір-ақ сәтте алғандай болдым. 4 баласы мен әйелі барын өзі жасырмады. Маған бәрібір еді. Оған үйленетін ойымда жоқ еді. Енді үйлендім, бетім қайтып қалды. Жүрегім дауаламайды. Осылай жеңіл жүрісті әйел атанғанымды сезбей қалдым. Күйеуім қызғаншақ болмаша, ажыраспай тату отбасы болып тұра берер едік қой деп бұрынғы күйеуімді кінәлаймын. Кейде тым ерке қылық өсірген әке-шешеме ренжимін. Сол қатты ұстаса, анау-мынау қиындыққа мойымай көтерер едім. Күйеуге тиерде жігітімді нашар адам дей бермей қоймаса, басқаша болар ма еді? О баста отбасын құрарда жіберген қателіктің салдары әлі күнге жанымды жегідей жейді. Туыстарым жақсы адамдар бар ғой әлі де. Біреуінің етегінен ұста, қызыңа түзу қарайтын отбасың барсың жақсы болар еді деп ақыл айтады. Тілеуімді тілейді. Білмеймін, жасым 30-дан асып барады.